Саламатсыздар ма? Каналыма хош келдіңіз. Мен бүгін қазақи самса жасап көрсететін боламын, қыздар. Меніңмен бірге болыңдар, менің каналыма тіркеліп, менің дамуыма үлестеріңді қосып кеттіңдер. Алдын ала 800 грамм ұнымызды аламыз. Бір бокал суға бір ас қасық тұз салып ерітетін боламыз. Дәл осылай қамыр илеп, 2 зуала қамыр шығат жасаймыз. Артық ештеңе қоспадым, қыздар. Қосқыларың келсе, өздерің білесіңдер. Міне тамаша қамыр, жұмсақ қамыр иледім. Бұны енді пакетке салып, морозилкаге жарты сағатқа қойып аламыз. 1 килограмм фаршымызға 700 грамм жуамызды салып, бір ас қасық тұз, қалауыңызша ащы, қара ащыңызды салып, жақсылап салмамызды былғайтын боламыз. Тұзы сіңгенше жақсылап жуасы өледі тұзға. Осылай былғап дайын қыламыз салмамызды. Манағы морозилкаде қамырымызды алып, жайып, майлайтын боламыз. Қаласаңыз маргаринмен майлаңдар, қаламасаңыз малдың майымен, мен малдың майымен жасадым, қыздар. Бөтекі майды ерітіп, осылай майына жасап жатырмын. Майды барлық жеріне осылай жағып шығамыз. Дәл осылай орап, домалатып, пакеттеп, майы қатқанша морозилкаге қойып аламыз. 10 минут, 15 минутта майы қатып қалады, сіңіп, қыздар. Міне дәл осылай пакеттейміз. Морозилкаге қойып аламыз 10 минутқа. Қатқасын алып, міне дәл осылай. Қаласаңыз үлкен кусок қылыңыз, мен майда қылдым. Әркім қалауынша бұнда. Мен майда самса жасадым, қыздар. Міне осылай майдалап, кусоктап, турап, жаятын боламыз, қыздар. Салмамызды салып, бөгіп, духовкаге дайындаймыз. Дәл осылай бөгіп аламыз. Духовкамызды алдын ала қосып, мен 250-300 қоя берем, ол самса тез пісет. Көбіне 280-ге қоям, қыздар. 280 градусқа қойып, салмаларымызды духовка қызған кезде салып жіберетін боламыз. Өте жұмсақ самса, қыздар. Менімен жасап көріңдер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Міне духовканың листеріне салып, пешімізге қойып жібереміз, қыздар. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағатын боламыз, қыздар. Ақуызынан ажыратып аламын, сарыуызын жағамыз. Қазір көрсетем сарыуызын мен. Міне жұмыртқаның сарыуызы. Осыны бетіне шағып шықсаңыз, жып-жылтыр болып тұрады, қыздар. Мен көбіне ақуызынан ажыратып аламын. Осылай барлық жеріне тигізіп, сарыуызын жағып шығамыз жұмыртқаның. Қаласаңыз бетіне күнжі себіңдер. Менің балдарым жемейтін болғасын сеппеймін, қыздар. Міне тамаша самса шықты, духовкаға саламыз енді.
барлығын бүгіп дайындап алдық. Міне самсамыз даяр, қыздар. Өте тамаша самса шықты. Менімен бірге жасап көріңдер, қыздар. Міне өте тамаша қазақи самса. Менің каналыма тіркеліп кетіңдер. Ас болсын, қыздар.